Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ерекше бір тәтті десерт жасаймыз. Ендеше бисквитімізді жасауға көшейік. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып салып аламыз да 1 стақан құм шекер қосып, миксерде 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігеннен кейін жарты стақан сұйық майымызды және жарты стақан сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Одан әрі 1,5 стақан ұнымызды електен өткіземіз. Артынан 1 пакет қамыр қопсытқышы мен 1 пакет ванилин қосамыз. Тағы да миксерде араластырамыз. Біркелкі масса болып шығуы тиіс. Ыдысымызды жақсылап майлап аламыз. Сұйық май немесе сары майды қолдансаңыздар болады. Енді жаңағы миксерде араласқан массамызды осы ыдысқа біркелкі етіп төгеміз. Енді алдын ала ысытылған 180 градус духовкада шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болғанға дейін заварной кремін жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 125 грамм құм шекер, 2 ас қасық ұн, 2 ас қасық крахмал және 4 стақан сүт құйып араластырамыз да отқа қоямыз. Енді отқа қойған кремімізді қоюланғанға дейін еш тоқтаусыз осы араластырып пісіреміз. Заварной креміміз қоюланды. Енді 1 пакет ванилин мен 1 ас қасық сары май қосамыз да жақсылап араластырамыз. Сары май ішіне еріп кеткенге дейін. Мінекей, пирогымыздың бисквиті де пісті. Алғашқы ыстығы шыққаннан кейін 1 стақан сүтті осылай бетіне төгеміз.
Енді бізге апельсин немесе лимон шырыны қажет. Ол үшін бірнеше апельсинді жақсылап сығып аламыз. Менде осындай сыққыш бар. Сол сыққыштың көмегімен бірнеше апельсинімізді алып, шырыны сығып аламыз. Шамамен 2-2,5 стақандай шырын шығуы тиіс. Егер жылдам болғанын қаласаңыз, кәдімгі тетрапакеттердегі натуральный соктарды да қолдансаңыз болады. Енді осындай сотейник қажет. Ішіне 3 ас қасықпен құмшекер және 2,5 ас қасықпен крахмал қосамыз. Және артынан жаңағы 2-2,5 стақан апельсин шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. Бисквитіміз сүтті жақсылап емді. Енді үстіне жаңа жасаған заварной кремін үстіне біркелкі етіп жағамыз. Енді апельсин шырынан осындай бір ерекше сироп әзірлейміз. Қоюланғанға дейін қайта-қайта осылай араластыра беріңіздер, асты жабысып қалмасын. Мінекей, енді ыстық күйінде апельсин шырынан жасалған соусымызды үстіне төгеміз де жағамыз. Енді шамамен 7 сағаттай тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пирогымыз тоңазытқышта шамамен 7 сағаттай тұрды. Енді оның әсемдеуіне көшеміз. Әрлеу үшін мен апельсин және фисташка үгітіндісін қолдандым. Сіздер өздеріңіздің қиялдарыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Мінекей, тәтті десертіміз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркелуді және қоңырауша белгісін басуды сұраймын. Görüşkенше.